Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге ТШО компаниясының вакансияларын қай сайттан табуға болады, қай жерден көруге болады, соны көрсеткім келіп тұр. Біріншіден ТШОның вакансияларын Job.kz деген телеграм каналдан қарауға болады. Бұл Job.kz деген вакансия іздейтін паблик бұрыннан бар. Мен есімде бар, оқуды бітіріп, енді жұмыс іздей бастағанда сол Job.kz деген Yahoo группа деген болған. Сол Yahoo группаға тіркелесің, содан кейін сенің имейліңа жаңа вакансиялар шығып тұрады. Бұл Job.kz деген әлі бар екен, бірақ қазір телеграмға көшкен. Бұл Job.kz телеграм каналына мен сізге ссылка төменде қалдырып кетем. Мінекей мен қазір Job.kz телеграм каналын аштым. Ашқаннан кейін жоғарыға басасыз, содан кейін мына жерге басасыз, сосын мысалы жазасыз теңге іздеп. Іздегеннен кейін мінекей төменде көрсетіп тұр, 431 вакансия бар екен. Мысалы мына бірінші вакансия көріп тұрған ол оклад, мінекей 500 мың за вахту, значит, ай сайын 250 мың табасыз ғой, примерно жылына жасасаңыз 6 вахтаға барасыз, и айына 250 мыңнан шамамен. Сөйтіп жоғарыға көтеріле бересіз, міне стрелка вверх басасыз, келесі вакансия 28 дейді, мысалы electrical commissioning engineer. Дальше 270 мың консультант по пищевой гигиене. Сөйтіп кете бересіз, мінекей көп вакансиялар бар. Мына жерде төменде әр вакансияның астында контакттар бар, имейл бар, телефон номер бар. Сөйтіп адамдарға хабарласып тапсырыс жасасаңыз болады. ТШОның вакансияларын LinkedIn-да табуға болады, мен сізге қазір көрсетем. Міне мен LinkedIn-ді аштым. Поиск деген жерге мысалы тоже теңге іздеп жазасыз. Төменде мына посттар шығады, теңге деген сөзі бар, посттар шығады мысалы. Мінекей болашақ Атырау деген страничка шықты да, ең бірінші болып. Мысалы қараймыз. Төменде міне посттар шығып тұр. Мінекей біз мынандай адам іздеп жатырмыз дейді. Мысалы 8 сағат бұрын шығарған. Келесі пост тоже 8 сағат бұрын шығарған. Келесі пост 11 сағат бұрын шығарған. Яғни бұл болашақ Атырау деген парақша, тірі деген сөз, постоянно вакансиялар шығып тұрады. Мысалы мына пост деген жерге кірсек, мінекей мына бар вакансия, 2 вакансия кете береді. Jobs деген жерге кірсек, жұмысқа, мұнда ештеңе жоқ. Яғни олар пост ретінде оформлять етеді вакансияларды. Осыны ашып, сізге сәйкес келетін вакансияны ашып хабарлассаңыз болады. Және де мысалы артқа барып қайтадан бағанағы теңге іздеген поисті дальше қарасақ, мына жерде әртүрлі рекрутерларды тапсаңыз болады. Мысалы мінекей бір рекрутер тұр, координатор керек дейді, 28 бүкіл описаниясымен, имейлмен мінекей тұр. Мысалы мына рекрутерді өзіңізге қосып алыңыз. Мысалы follow десеңіз, сіз оған тіркелеген боласыз, оның посттарын сіз көретін боласыз. Немесе міне connect жасап, сол адаммен қосылсаңыз болады. Мына жерге басасыз да, connect деп басасыз. Сол сияқты тағы да артқа басайық. Тағы да мына see all post results деп бүкіл LinkedIn-дағы посттарды көрсеңіз болады. Теңге іздеген жазуы бар. Мысалы міне Самгазстрой дейді, мінекей. Бізге мінекей administrative assistant, ассистент керек. Мысалы маған тапсырыңыз, неге тапсырмасқа? Мінекей тоже болашақ Атырау дейді. То есть мұнда көп өте пост, көп адам, көп үлкен компаниядағы адамдар осы LinkedIn-да отырады, HR-лар отырады, рекрутерлар отырады, адам іздейді деген сияқты. Осы LinkedIn арқылы іздесеңіз болады, тапсырсаңыз болады. ТШО-дағы жұмыстарды Headhunter-дан да іздесеңіз болады. Мен есімде бар, 2017-те ТШО-ға қайтып барғанда мен жұмысты именно осы Headhunter арқылы таптым. Мысалы міне Headhunter-ға кіресіз, жазасыз тоже, мысалы теңге іздеп. Өзіңіздің ключевое слово енгізсеңіз болады, өзіңіздің мамандығыңызды енгізсеңіз болады. Мысалы мына поисқа. Міне инженер-специалист дейді. Теңгиз ба, білмеймін мен точно. Инженер ТБ дейді. Мысалы ашып көрейік. Вахтовый метод дейді. Скорее всего, теңгиз болу керек бұл. Мінекей. Работа, месторождение теңгиз дейді. Тапсырыңыз осыған. Откликнуться деп басасыз, және бұл компания сізге хабарласады. Мен есімде бар, осы откликнуться дедім. Nosec Delta Projects деген компанияға. Маған хабарласты, осындай вакансия бар. Мысалы келесі мінекей. Начальник станции тоже теңгиз. Көп мұнда вакансиялар. Мысалы теңгиз деген жазумен 41 вакансия шығып тұр мысалы. ТШОның вакансияларын одан басқа именно подрядчиктің сайтынан қарасаңыз болады. Мысалы мен басқа салаларды білмеймін, бірақ мысалы менің саламда IT-де. Мен компанияларды білемін да, қандай подрядчиктер ТШОға IT қызмет көрсетеді. Мысалы мен бір подрядчиктің атын білемін, мысалы Nosec деп жазамын да. Nosec Delta Projects.
мен төменге кіремін де Норсектің сайтын табамын. Мінекей сайтын таптым, міне все вакансии деп шығып тұр да, ссылка. Соған кірем. Мінекей төменде міне вакансиялар тұр. Вакансияны ашып, описаниесін оқып, маған қызық болса тапсырсам болады. Сол сияқты басқа да подрядчиктердің сайтына кіріп, сол жердегі вакансияларды көрсеңіз болады. ТШО-ның вакансияларын ТШО-ның ресми сайтынан да қарасаңыз болады. Мінекей ТШО-ның сайтына кірдім, менюға кірдім, карьера деп басасыз. Содан кейін мінекей төменде посмотреть список вакансий деген бар. Соған кіресіз. Мінекей вакансиялар бар. Мысалы, там врач-анестезиолог деген бар екен. Ішіне кіреміз. Міне job description ашып, жұмыс не туралы соны көрсек болады. Значит, open in деймді. Документ деген программамен ашып көрем. Менде сондай программа бар. Мінекей описаниесі жазылып тұр барлығы. Ағылшынша, орысша, не туралы жұмыс, қандай требование керек, барлығы описаны. Осы видеода ТШО-ның вакансияларын қайдан табуға болады, қай сайттардан көруге болады сіздерге көрсеттім. Егер сұрақтарыңыз болса төменде жазып кетсеңіз болады. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет.